Елдер ана ойлайды кейбір адамдар, депутат барлығын шешіп тастайды деп. Қазақтар кейде біз көміс халық болып келеміз, көп нәрсеге көне береміз. Сондықтан мына бір кресло менікі екен деп бір жабысып алу емес, оны қызмет ретінде қарау керек. Менде ешқандай көмекшім жоқ. Сол шекарадан бір-бірімізбен бүйтіп асып, бірін-бірін бұзып ататын болса не болады? Екі ел арасында соғыс болады. Отбасы шағын мемлекетінде былығып атса, үлкен мемлекет не болып жатқаны? Бақаның тілін балық түсінеді, банктың тілін халық түсінбейді дейді. Үй мәселесі ол біздің қазақ қоғамы үшін ол өте өзекті болып отыр. Депутаттардың арасында да арқан тартыс бар. Біреудің жеткен жетістігі көп адамға оңай көрінуі мүмкін. СК фармация бар дәрілерді тық қойып бермей отырды да. Кім звондады? Тамара Қасымқызы. Дәулет, ана видеоны өшірейік. Аяқ астынан бір жұма күні кешке бір нәрсе болса, үкімет понедельник оянады ғой бізде. Бүгінгі Қазақстанның үкіметінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Осы сұрақ ұнамайды маған. Біз адамның бойындағы жанашырлықты оятпай, біз жемқорлықты ешқашан жоя алмаймыз. Ол заң бар, түк жұмыс істеп жатқан жоқ. Өзімізге келгенде біз баланы тәрбиелегіміз келмейді. Адалдықтың арқаны ұзын дегенді мен жиі айтамын. Мен өзі білмеймін, депутат болуды да бір ешқашан армандаған емеспін. Ардақты ағайын, ассалаумалейкум. Бүгінгі мүмкін емес YouTube арнасының жаңа шығарылымының қадірменді қонағы ол Мұқаев Дәулет Төлеутайұлы, 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі. Уақыт тауып студиямызға келгеніңізге мың алғыс сізге. Қош келдіңіз. Сізге әзірлеген бірсыпыра өзіміздің сұрақтарымыз бар. Олай болса, рұқсат болса, соған жол берсек. Парламентте өзіңіз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі ретінде қандай сұрақтармен айналысасыз? Қанша сұрақ сізге келді? Қанша сұрау жасаттыңыз өзіңіз? Жауаптары қандай? Халық не сұрайды сізден? Келген кезде қалай көмек бересіз? Нақты мысалдармен келтіріп өтсеңіз. Бізде сұрақ көп, ол сұрақтың шешімі де, жауабы да көп болады. Өйткені дәл осы парламенттегі ең ауқымды және де ең көп депутат жиналған осы біздің әлеуметтік мәдени даму комитеті. Қанша? 17. Сәйкесінше бізге тікелей 6 министрлік қарайды. Солардың жаңағы сол мәселелері, сұрақтары шешімін таппаған болмаса бюджет мәселесіне келген кезде де одан кейін мынау халықпен де етене байланысқан кезде дәл осы негізгі проблеманың барлығы осы әлеуметтік сала жағынан көрініс тауып жатады. Сондықтан да енді өзімнің тарапынан бір осы уақытқа дейін 10-нан аса депутаттық сауал жолданды. Бірақ жаңағы ең негізгі өзектілері ол өзім осы уақытқа дейін айтып жүрген баспана мәселесіндегі сауалдар. Одан кейін ұлттық құндылық, ұлттық тәрбиеге байланысты және де енді үйі жоқтың күйі жоқ дейміз ғой. Негізгі осы баспана төңірегіндегі жастар болсын, көп балалы, яғни үйдің кезегінде тұрған санаттағы азаматтар болсын, осы мәселелерді қозғап жүрген жайым бар. Одан бөлек мынау жаңағы сұрақтарға байланысты демекші, бізде қоғамдық қабылдау дегенде бар. Қоғамдық қабылдау дегенде партиялардың қоғамдық қабылдау секілді ме? Партиялардың, бірақ бұл жерде жеке депутаттардың, мысалы әр күнге өзі мысалға 98 депутат болса, бір 3 айда бір кезекшілік дейді ғой, қарапайым тілде айтқанда. 3 айда бір рет кездесесіз. Шамамен, Сол кезде де түрлі халық келіп жатады. Мысалға сол кезде маған бір есімде 69, екінші бір неде 62 адам келді мысалға. Бір күнде ме? Бір күнде. Не сұрайды сонда халық? Енді ол әртүрлі енді, шыны керек. Ол біздің құзыреттілікке кіретін нәрселер де бар, кірмейтін де нәрселер бар. Елдер ойлайды кейбір адамдар, депутат барлығын шешіп тастайды деп. Енді шыны керек, ол барлығын шешу ол мүмкін емес нәрсе, оны бізде түсіндіреміз. Енді былай айтады, мысалға 2 миллион кредитім бар, соны жауып беріңізші. Алаяқтарға алданып қалдым, немесе бір кісі болды, үлкен бір кәсібінен айырылып қалған, сот, барлық инстанция бәрінен соттандырылған себебіне келісім шартқа өзі қол қойып берген. Ол айтады, менің қалай қол қойғаным есімде жоқ деген секілді. Енді әркімнің өзінің бір шындығы бар ғой. Біз мысалға сот емеспіз, ол сот деген не, ол екі тарапты да тыңдап өзінің шешімін шығарады мысалға. Ал енді біз жалпы депутат ол қарапайым халықпен үкімет арасындағы көпір деп өзім ойлаймын мысалға. Дәл сол нәрсені жеткізу, айту мысалға.
Бірақ мынау шешімін тауып жатқанда мәселелер болды. Кейбір осы Астана қаласындағы ең негізгі бір өзекті проблема ол үлескерлер мәселесі. Мысалға, одан кейін мектеп мәселесі, одан кейін мынау жол мәселелері де көп келіп жатады. Енді дәл осы Астанада айтатын болсақ, өткен жылдары су мәселе, жарық деген сияқты, жылу ол да бір өзіндік бір проблемалық күн тәртіпке айналды. Бірақ ол шешілді. Оның барлығын мен елге айтып, өзімде барынша әлеуметтік желілерде де салып жүрген жайым бар. Сіз 7-ші шақырылымда депутаттардың ең жас депутат болған Мәди Ахметов есімде болса. Сіз осы 8-ші шақырылымның ең жас депутатысыз ба, әлде солардың бірісі ба? Енді бізде қараңыздар, мына депутаттық нені мен өзімде былай екіге бөліп қарастырамын. Жеке мандат дейді ғой, анда мандатный деп айтап жатамыз. Одан кейін партиялық тізім бойынша. Енді партиялық тізім бойынша мен ең жас депутат емеспін. Ал жеке мандаттың ішінде ең жас депутат мен. Жасыңыз? 32-де. Ал партиялардың арасында ең жасы кім сонда? Бізде Республика партиясынан қателеспесем, әріптесім Динара Наумова. Динара деген бар. Ол 96 ғой деймін, қателеспесем. Шамамен 96 жыл болу керек. Міне 32-де жасыңыз бар, бірақ 3 баланың әкесісіз. Жақында жаңа оқу жылы басталды. Жаңа оқу жылы басталып кетті. Қалай екен 3 балаға ие болу? Өйткені қазір бір бала тауып соған ие бола алмай жатқандар да бар ғой. Енді бұл отбасы деген ол үлкен бір әлеуметтік институт деп ойлаймын. Себебі кез келген адам отбасын құрған кезде, әсіресе ер азаматтарымызда жауапкершілік бірінші кезекте болу керек. Мен осы отбасымды асыраймын, бала шағамды бағамын. Одан кейін енді туысқандар мәселесі бар, қайын жұрт деген ол айтып отырмын, ол үлкен бір ауқымды, үлкен институт. Бірақ соның барлығында ер адамның өзінде бір жүктелген жауапкершіліктері, соны өзіне көбірек алса екен деймін. Өкінішке қарай, әрине жаңағы проблемалар, мынандай хаттар келеді. Мен 3 баланың анасымын, күйеуім тастап кетті, басқа елге кетіп қалды, болмаса алимент төлемейді деген сияқты. Мысалы, ол алимент кейбір адамдар бар, түсінесің, жоқ болғаннан кейін төлей алмай жүреді. Ал кейбір азаматтарымыз бар болса да, сол өзінің қаны, өзінің ұрпағына бергісі келмейтін азаматтар бар да, сонда жауапкершіліктен қашатын. Сондықтан енді тырысасың барлығына. Одан кейін енді мен бір өзімнің уақыт графигіме дейді ғой, үлкен бір мотивация болған. Өзге ұлт, енді орыстар дейміз ғой, мен айтамын, қазақтар кейде біз көміс халық болып келеміз, көп нәрсеге көне береміз, дейміз де. Ал мынау орыстар тура уақытымен ғана жұмыс істейді. 6 ма? Болды, 6-тан кейін жұмысын тастайды, кетеді, өзінің шаруасымен айналысады, жеке өмірімен. Кезінде мен Балапан арнасына продюсер болып келген кезде, енді мен арнаның продюсері болып тұрып, бір инженерге келем, ол орыс болады, соған осын жасап жіберіңізші деп айтсам, маған компьютердегі уақытты көрсетеді, 18:35. 5 минут асып кетті. Ол жерде Казмедиада жұмыс уақыты 18:30-да бітеді. 18:30 көрсетеді. Извините, Давлет, у меня рабочее время 5 минут назад закончилось дейді. Мен айта алмайсыз. Ол дұрыс, заң аясында оныкі дұрыс болып тұр. Мен дедім де не істеймін? Хорошо дедім. Сөйтіп ертесін жалғастыр. Біз не істейміз? Дәл солай мысалы қазаққа келіп тұрсыншы, көміс біз жарайды дейміз де, одан кейін ол сағат, ол мүмкін жарты сағатқа созылуы мүмкін, 1 сағат, 2 сағат адамның көңіліне қараймыз. Мен түсінем, проблема өте көп. Ол кез келген адамның да өзінің проблемасы болады. Мысалға, кез келген адамның беті жылтырап тұрғанымен артында басқа мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан да мен өзімде де айтамын, жұмысқа қызметке келе жатқан кезде, сол депутат болған кезде мен өзімнің ішіме қойған принципім табыт пен тақтың есі жоқ дейді. Қазақ айтады. Ол тақта да кез келген адам болады, табытта да кез келген адам болады. Сондықтан мына бір кресло менікі екен деп бір жабысып алу емес, оны қызмет ретінде қарау керек. Біз халыққа қызмет ретінде. Мен де тура солай үйден шыққан кезде біздің жұмыс графигіміз 9-дан 6-ға дейін ба, барынша сол уақытта сыйғызуға, өзіме тиесілі, өзімнің территориямдағы дүниелерді жасап, 6-дан кейін менің жұмысым уақытым бітті ма, мен өзімнің де проблемаларым жетеді. Мен өзімде балалардың, жаңағы айтқанда 3 бала, 2-еуі мектепте, 1-еуі балабақшада мысалға, одан кейін өзім алатын сәттерде алатын сәттерде болады. Кейде
жұбайым алып жатады, енді менде ешқандай көмекшім жоқ. Одан кейін қалай айтсам екен, кейбір адамдар ойлайды ғой, мынау депутат баласы мектепке көлік алып барады арнайы қызметпен, иә, одан кейін балабақшаға деген сияқты. Міне мен 2 жыл болды ма депутаттық өзімнің мынау қызметімде мен жеке мақсатта көлікті ешқашан пайдаланған емеспін. Қызметтік, иә? Қызметтік көлікті өзі бізге 75 сағат береді, көлік ауысып отырады. Кейбір адамдар әлі күнге дейін ойлайды, мынау депутат па, өзінің жеке жүргізушісі бар, жеке охранасы бар деген сияқты. Тіпті мен сізге айтайын, қазір түсірілімге келгенде мен өзім жаяу келе салдым мысалға. Сол нәрсені біз барлығымыз үйренсек екен деймін. Әсіресе біздің қазақ аудиториясы үйренсе екен деймін. Бізде не шекара бәрі бір-бірімен асып кетеді. Бізде өте біреудің шекарасына кіріп жатады. Отбасылық өмірде де мысалы ене мен келіннің арасындағы, еркек пен әйелінің арасында да өзіндік кірмейтін шекаралары болады мысалға. Енді қараңызшы, мысалға Қазақстан мемлекет өзі 5 мемлекетпен шектеседі, әр мемлекеттің өзінің бекітілген шекарасы бар. Ал енді сол шекарадан бір-бірімізбен бүйтіп асып, бірін-бірін бұзып ататын болса не болады? Екі ел арасында соғыс болады. Тура сол секілді мынау адамдардың да қарым-қатынасында да жаңағы айтқандай, шекаралар бар. Сол шекараны сен өзің былықтыратын болсан, ол сенің өмірің жаңағы айтқандай айналып түбі неге келеді? Көзге көрінбейтін шекара дейсіз. Иә, әлеуметтік сондай мәселелерге алып келеді, мысалға ажырасу, бет жыртысу, мүмкін түбі суицид, мысалға қылмыс, зорлық, зомбылық, адам өлтіру мысалға. Бізде жайылып кетті ғой. Оның барлығы мінекей анау отбасы шағын мемлекетте бекер айтылмайды ғой. Отбасы шағын мемлекетінде былығып атса, үлкен мемлекет не болып жатқаны. Үлкен көрініс болады. Сіз қазіргі білім беру жүйесіне өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Өйткені балаларыңыздың сабақ оқуын не байқайсыз? Бет алысымыз қалай, білім беру сапасы қалай, жалпы бағдарламаның мазмұнына көңіліңіз тола ма? Керемет көңілім толады деп айта алмаймын. Өйткені кітаптың өзінде оқулықтарда қателіктер бар, оны кейде балада түсінбей жатады, бала түгіл бізде. Мысалға мен өзім өткен жыл 2-ші сыныптың кітабында, қателеспесем жаратылыстану болды, қызымның сабағын жасап отырған кезде найзағайдың жарқыл эффектісі деген сөйлемде жүрді мысалға. Ол қалай сен жарқыл эффекті дегенде 2-ші сыныпқа түсіндіресің? Ол әр сыныптың өзіндік бір жеңілдетілген түрі болу керек мысалға. Сондықтан да сол көңіл толмайтын тұстары бар әрине, бірақ мынау сауаттылық деңгейі бойынша, халықты, сол балаларды оқыттыру деңгейі бойынша Қазақстан әрине алдыңғы қатарлы елдерде, алдыңғы қатарды орындарды алады. Және де сауаттылық деңгейі бойынша нақты процентті білмеймін, бірақ біз 95%-дан асып отырмыз халықтың сауаттылық деңгейі жағынан. Жазу, әріп тану деген сияқты. Бірақ мынау енді ар жағын бүйтіп қазып аласаң не істейді енді? Оқулықтарының көбі авторлар әртүрлі баспа. Бұрын біз оқығанда бір баспа болды. Атамұра ғана баспасы болды. Болды, бәріміз бірден 11-ге дейін соны. Қазір не істейді? Әр баспа өзінше бір бөлшектеп бөліп алады да, жай ғана бір мысалға жоңғар шапқыншылығындағы аңырақай шайқасы. Өзін бірнеше интерпретациямен расалады дейсіз ғой. Сол шайқастың өзі біресе 26 жылы болды дейді, біресе 30, біресе 32 деген сияқты әртүрлі. Одан кейін енді бірізділік жоқ. Бірізділік жоқ. Соның барлығын бетіп бірізділікке алып келу мәселесін енді біз көтеріп те жатырмыз. Бірақ біздегі біріне кітап оқулыққа да өзі ақша енді бюджеттен бөлінеді ғой. 5 жылда бір жиілігі. Көрдіңіздер ма? Одан кейін енді 5 жылда ешқандай өзгеріс енгізуге болмайды ғой. Бір кітап шығып қойғаннан кейін оны еріксіз күтеді мысалға. Одан кейін енді мен өзім білім саласынан қаржылық сауаттылықты жиі айтқандықтан көп осы мәселені де көтердік. Мектеп программасына соны енгізу деген сияқты. Қазіргі оқу жылынан бастап кәдімгі Аманат партиясында қарсыз қоғам деген үлкен жоба басталған. Өткен жылы ол пилоттық жобада болды. Оны президентіміз де бірнеше рет атап өтті. Жолдауда да жақсы нәтижесін беріп жатыр деп. Енді соның нәтижесінде студенттерге және де мектеп оқушыларына қаржылық сауаттылық пәні еніп жатыр. Бұл да бір плюс деп айтуға болады. Парламентінде өзі аудармасы айту
сөйлеу дегенді білдіреді. Біз үкімет емеспіз, біз атқарушы орган емеспіз мысалға. Біз бірінші кезекте сөйлеу керекпіз. Ал енді сол менің телевиденияда алғаш, осы телевиденияға алғаш септігін тигізген хабар арнасындағы 21 ғасыр көшбасшы зияткерлік бағдарламасы бар. Лидер 21 века. Сонда істедіңіз ғой. Сол бағдарламаға мен өзім қатысқам. Апталық, айлық, маусымдық ойындарда жеңімпаз болған мысалға. Содан кейін барып телевиденияға, мынау камераға деген менің махаббатым ашылып, енді мен дәл сол кезде деп айта алмаймын, 17 жасым, бірін өзім 5 жас, 6 жасымнан бері камераны андай өзім сөйлеп, бір Абайдың өлеңдерін андай орындыққа шығып алып болады қандай бір өзімен өзін бір концерт қойып деген сияқты. Одан кейін мектеп жасында түрлі Мұхтар Шаханов оқуларына, Абай атамыздың оқуларына қатысқанмын мысалға. Сол енді оның барлығы битіп сенің сол болашақтағы жолыңды айқындап береді ғой. Ал енді телевиденияға келген кезде соның барлығы бір септігін тигізді. Сосын естеріңізде болса, мынандай бір 2000 жылдар үлкен камерамен бір отбасылық жиындарды видеоға түсіру сәнге айнала бастады ғой. Оператор шақырады мысалға, сол кезде елдің барлығы ана камера жақындап жатса бәрі қатып қалатын, мысалға. Сіресіп. Ал мен ол кезде 7-8 жастағы баламын. Сол камераны көрем ба, мен деген ананың алдына секірем. Керісінше мысалға, бейтіп басымды қайта сәлем жолдап. Көрдіңіз бе, сол сияқты соның барлығы бір телевидениядағы бұл да бір тәжірибе ғой. Хабарда да істедім. Сөз саптау, емін еркін. Одан кейін сол өз ойынды толық жеткізу мәселе осыда. Көп нәрсені мен қарапайым тілде жеткізуге тырысамын. Өйткені мынау мен қаржылық сауаттылық деп әлеуметтік желіде үлкен жоба бастаған кезде мен айтатынмын, бақаның тілін балық түсінеді, банктың тілін халық түсінбейді дейтінмін. Көрдіңіз бе? Сонда шынымен де бәрі бітіп бір заңның өзін кейде түсінбей жатамыз ғой. Парламентте де кейбір мәселелерді мен қарапайым тілде түсіндіруге тырысамын. Біз өзіміз қабылдап жатқан заңдарды, сол кезде адамдар мынау осылай екен ғой, былай екен ғой деген секілді бірінші кезекте қарапайымдылық қой, сол жеткізу тұрғысынан. Ал енді сол журналистика не, парламент не, әрине парламент ол мойындалған, былайша айтқанда, биліктің бір түрі. Бұқаралық ақпарат 4-ші билік деп жатамыз ғой мысалға. Сондықтан да ол да бір билік, екеуі де билік былай қарасақ. Сондықтан қатты қиын емес. Бастысы сол ойынды дұрыс жеткізу, кейбір тұстарда өзінің мысалға айтқанынан қайтпау, ол да бір мүмкін мінез деп атау керек шығар, қайсарлық, мүмкін қайраттылықта, табандылық, оның барлығы керек тұстар мысалы. Уақыт мәселесін кері қайтару туралы. Одан кейін мынау полигоннан зардап шеккен азаматтардың жәрдемақы мәселесін көтеріп жүрміз. Мына уақыттың өзі, мен өзім сол Семейде жазда болдым, мен ойланыш, сағат таңғы 2-ден 10 кеткенде дала жап-жарық. Мен өзім досымның туған күніне бардым. Досымның туған күні 1:30-да бітті кафеде. Одан шығам, үйге жетем, енді далада сөйлесесің, бетіп үйге жетке сағат 2 енді жатайсың, дала деген жап-жарық. Ешқандай ұйқы жоқ дейсің. Қазір керісінше міне. Қараңғы болып жатыр. Бұл енді басқа аймақтағылар айтуы мүмкін, ол батысқа мүмкін. Былай ғой, Қазақстанның картасын қарасақ, меридиан ғой мысалы. Кейбір карта білмейтін адамдар да бар. Немесе уақыттан басқа проблема жоқ. Мен айтамын, бұл уақыт проблема шынымен де шығыстың азаматтарының үлкен проблема болып тұр. Батыс жағы ыңғайлы. Ол ыңғайлы. Мынау Қостанайдың өзіне де ыңғайлы болып тұр. Ал енді мына Қостанай, Павлодар картадан қарайтын болсақ, Абай облысы, тіпті мына Жетісу, Алматы облысына да бұл уақыт ыңғайсыз негізі. Сондықтан да бұл да бір не дәлгі үкімет бізбен ақылдаспай өздері қаулымен шығара салған шешім болды. Соны енді 3 жыл болмай өтпей қайтармаймыз деп отыр ғой. Енді күресіп жатырмыз, бірақ алдағы уақытта да біз үкімет мүшелерін шақырып, осы дәл уақыт жөнінде үлкен арнайы үкімет сағатында да осы мәселені көтереміз. Жақсы. Сіз мейлінше жастардың баспанамен қамтамасыз етілуіне етене назар аударып келе жатсыз, сол мәселелерді мінбеден көтересіз. Алайда бұл салада қордаланған мәселелер әлі де созбақталып келеді. 34 жыл ішінде міне тәуелсіздік алғанымызға, баспанасыз жүрген отандастарымыздың саны артпаса кемиген емес.
Неге солай, қашан бұл жыр өзі түбіне жетеді? Біз бір нәрсені түсіну керек, біз бұл жыр ешқашан түбіне жетпейді. Себебі ешбір мемлекет өзінің қанша 190-нан астам тәуелсіз мемлекет бар дейтін болсақ, Біріккен ұлттар ұйымының тізімінде, бірде-бір мемлекет өзінің халқына мынау баспанамен толық қамтамасыз ету мәселелері шешілмеген. Ол шешілуді екі талай. Себебі не? Халықтың өсімі бар, мысалға, жыл сайынғы біздің Қазақстанда 400 мың бала адам дүниеге келіп жатыр. Ал енді ойлаңыз, олардың барлығын үйлі ету үшін қандай құрылыс салыну керек мысалға, Одан кейін бізде мынау кезектің өзін қарайықшы. Біз айтамыз, үй кезегінде тұрған азаматтарға не істейміз? Үй берілу керек дейміз. Кезекте қазір 600 мыңнан астам адам кезегінде тұр. Ал өкіметтің, қазіргі бюджеттің, республикалық бюджет болсын, жергілікті бюджет болсын, шамасы жетіп отырған. Одан кейін кейіннен қосылған 7-20-25 наурыз мемлекеттік бағдарламаларымен үй алғанның өзінде максимум, оның ішіне жалдамалы пәтерді қосқанның өзінде 40-45 мың ғана азамат бір жылда үйлі ету мүмкін. Ол ипотека барлығын қосқан кезде. Ал тек қана мемлекеттің өзіндік бір шамасы бар, жаңа айтқан жалдамалы пәтерді ешқандай ипотека, қарызсыз былай беру, жалдамалы пәтер 10 мың ғана бір жылда. Кезекте қанша адам? 600 мың адам. Және де ол кезек көбейіп жатыр жыл сайын. Мен осы 2018 жылдары баспанаға бағыт деген кезде үйдің кезегінде бір 400 мыңнан астам адам дейтін, мен қателеспесем, 450 ма солай. Қазір 600-ден асып отыр. Мысалы, менің қаншама достарым бар, үйсіз жүрген, 3 баласы бар. 1-2 жылдан кейін 4-ші баласы дүниеге келеді. Олар да көп балалы отбасы болып, мысалға, үйдің кезегіне тұрады. Одан кейін ажырасып жатқан азаматтарымыз қаншама. Тіпті өтірік ажырасып алатын азаматтарымыз да бар, мысалға, әдейі, кезекке тұру үшін. Енді әрине таяқтың екі ұшы болады дейді, екі жақты да қарастыру керек. Бірақ әрине осы үй мәселесі ол біздің қазақ қоғамы үшін ол өте өзекті болып отыр. Мен тіпті Ұлы дала квартиранттары деп тұрыпты депутаттық сауал жолдадым ғой, мысалы. Сол кезде мынау негізгі проблемаларды айтып, бірақ баяғы жартас сол жартас болып тұр. Тек қана мынау мемлекеттік деңгейдегі президенттің өз аузынан шығып, наурыз бағдарламасы шықты. Қазіргі таңда сол наурыз бағдарламасында 25 қыркүйекке дейін өтініш қабылдау жүріп өтіп кетті. Сол бағдарламадан 20% жарна. Өткен отбасы банкте бұрын 50% болған. Төлейтін ақша? Жарна, первоначально взнос дейміз, осы 50% болған, ал енді сол 20-ға түсті мысалға. 30%-ға түскен? Ол да енді кішкене болсын көмек қой. Бірақ көп азаматтарда ол 20%-ға беретін жағдай жоқ қой көбісінде. 20 түгіл 10% жинауға қиналатын азаматтарымыз бар мысалға. Одан кейін мынау тек Астананың үй кезегінде тұрғандар үшін қазіргі таңда не қабылданды? 200, қателеспесем 230 ба, 230-ның айналасында жалдамалы пәтерге өтінім беру қабылданып жатыр. Дәл осы жалдамалы пәтерге қатысты мемлекеттік бағдарлама біз заң шығардық. Жаңа Нұртай ағамыз өзі сол заң жобасын басы-қасында болды. Біз көмекші ретінде, сол кезде қасында жүріп, сол кезде біз ұсынған норма сол жалдамалы пәтерді приватизация дейді ғой. Жекеменшікке. Ол жерде Ұлықбек Тумашинов ағамыз бар. Соның барлығы бірігіп, яғни дауысқа салып дегендей поправка дейді ғой, өзгерістерді беру арқылы басында үкімет оған келіспеген. Мен үнемі айтам, мынау үкімет пен депутаттардың арасында да арқан тартыс бар. Не үкімет жеңіп кетеді, не біз жеңіп кетеміз деген сияқты. Сондай бір арқан тартыстың нәтижесінде осы Нұрлы жер бағдарламасы аясында жекеше жалдамалы берілген пәтерлерді енді жекешелендіру мүмкіндіктері пайда болады. Енді мен айтайын, келесі жылы шығар нақты, қазір емес. Енді ол білесіздер,
заң жобасы сенатқа кетеді, ары қарай президент, одан кейін қол қойғаннан кейін өзі 60 күннен кейін күшіне еніп жатады ғой. Сондықтан жарты жылға созылады дейсіз. иә, сонымен ол енді келесі жылға қалып отыр десе де сондай мүмкіндік жасалды біз тараптан. Мына ел арасында не көп, алып қашпа сөздер көп, өсек көп. Сіз ел жастарын баспанамен қамтамасыз етуге қатты көмектеспесе де, өзін жақсы қамтамасыз етіп алған екен дейді, 4-5 пәтері бар екен, баспанасы бар екен деп айтып жатады. Соған қатысты өзіңіз қалай жауап беріп жатасыз? Мен айтар едім, менің бір ұраным бар, әрекетке берекет деген. Мысалға, мен өзім 17 жасымнан бастап Алматыға оқуға түскелі, туған жерім Семей деп айттым ғой, Семейден 11 бітіре салған бозбала Алматы қаласы қандай екенін білмейтін. Әйтеуір бірақ үлкен мақсатым болды Алматы қаласына оқуға түсуге. Себебі мен енді жоғары ұпай жинадым, алтын белгіге бітіргеннен кейін кішкентай қалада қалмайын деп, сөйтіп Алматыға арман қуып барған бала 17 жасында, жасынан бастап 27 жасына дейін 10 жыл бойы пәтерде тұрды. Пәтерден пәтерге тұрып қиыншылықтарды көрді, алданып қалған кездер болды, риэлторлар алдап кеткен сәттер болды. Мысалы, тіпті үйімізге ұры түсіп, анау ноутбук, одан кейін жаңа кейбір қалай айтсам, тартпада тұратын ақшаларды ұрлап кеткен. Ол кезде көбі наличка ұстайтын едік қой, мысалға. Қазіргідей анау бәрі ұялы телефонға еніп кеткен жоқ, мысалы, соны ұрлап кеткен сәттер болды. Енді сондай қиындықтардың бәрін көріп өскен баламын. Одан кейін ата-анам өте қарапайым болды. Әкем қарапайым азамат, анам осы жазда марқұм болды. Ол да өте қарапайым, яғни медсестра дейді ғой, медбике қызметінде болды. Әкем мысалы қазір балабақшада күзетші қызметінде. Ол бүйтіп бір асып тасқаннан емес, оның барлығы өзімнің бір еңбегіммен, әрекетіммен келген нәрсе. Сонда оған көре алмаушылық, қызғанатын ештеңе жоқ дейсіз ғой, иә? Жоқ, мен керісінше айтамын, сіздер де осылай болыңыздар, сіздің де балаңыз осындай болсын. Қолыңыздан келсе дейсіз. Қолыңыздан келсе, бұл жерде мен енді қаншама адамға консультация кезінде мастер-класстар өткіздім, онлайн сабақтар өткіздім, мысалға, команда бар, мына әлеуметтік желіде жұмыс жасап, не дәлгі онлайн сабақтар дейді ғой, енді оны біреулер әрине теріс бұрмалап инфо-цыган деп жатады, мысалға. Енді оны мен сайлау кезінде, дауыс беру кезінде неше түрлі нәрсе тыңдап тастадым. Енді ол жағынан менде иммунитет бар. Бірақ мен айтатын едім, қолыңнан келсе сен де жаса, істе, мысалға. Білгенмен бөліс. Қаншама тегін сабақтарымызда болды, ақылы сабақтарымызда болды, мысалға. Бұл жерде барлығы сол еңбекпен келетін нәрсе. Біреудің жеткен жетістігі көп адамға оңай көрінуі мүмкін де, бірақ оның артында қаншама еңбек, қажырлы дүние жатыр. Соңында Құдай да өзі осы бір пендеме берейінші деген сияқты өзінің несібесін береді міндетті түрде. Әр адамның өзінің несібесі бар бұл өмірде. Сіз 20-шы жылы ерен еңбегі үшін мемлекеттік наградасына ұсынылдыңыз. Қандай жетістігіңіз, не үшін ұсынылдыңыз, соны айтып кетсеңіз, егер жасырын болмаса. Бұл жасыратын түгі жоқ. Бұл ковид кезде үлкен еңбек атқардық. Оны көп мен айтпасам да сол кездегі халық, сол кездегі өзімнің оқырмандарым өте жақсы біледі. Мынандай қызық сәт болды. Ковид кезде біз енді қайырымдылық қорымыз бар бізде, Дәулеттен деген атпен. Сол кезде түрлі қайырымдылық шараларын, одан кейін баспана, үй алып береміз жетімдерге, жесірлерге дегендей, көп балалы отбасыларға. Сол кезде ковид кезде қаншама адам қиналып қалдық, қаншама адамға ауа жетпей жатты. Біздің медицинаның сол кезде орысша айтқанда дно дейді ғой, түбі деген, міне сол жерде түбіне жеткен кез, ешқандай аппарат, ештеңе жұмыс істемейді мысалға. Мен білмеймін, сол сәттерді өте жүрегіме қатты нетем, өйткені өзім де ауырдым, марқұм анам да ауырды, отбасымызда біразымыз ауырып шықтық. Сол кездегі бір қиналған қиын сәттер, ол мынау қалай айтсам екен, эскофармация, бар дәрілерді тық қойып бермей отырды да. Кейін бар пылықтар әшкере болып, сондай сәттер болып жатты. Бұл дегеніміз не? Ойлаңызшы, соғыс болып жатыр. Сен басқа бір мемлекетпен соғысып отырсың да, бірақ сен өзінің еліңді, жеріңді қорғау үшін оқ бар сенде, оқ бар. Бірақ оғынды бермей отырсың да, соғысқа
ана солдаттарыңды алдыға жіберіп қойып деген сияқты. Мына тура сол, бұл ковид көрінбейтін соғыс болды. Көрінбейтін соғыста сенде дәрілер бар, маскалар бар, бірақ сен оны халқына бермей тығып отырсың да мысалға. Содан не керек? Аппарат жоқ, оттекті кислород. Алдымда әлеуметтік желіге сбор жасайық деп біздің қордың реквизиттерін бәрін қойдым. Иә, ол кезде оқырман миллиондай қойды мен. Бәрі 100 теңге, 200 теңге, 500 шама жеткенше салдық, жиналды. Сонда ең алғашқы ол кезде де ойда ештеңе жоқ. 300 аппарат ақша жиналды Түркиядан. Оны аламда кімге? Айнұр Тұрсынбаева ол кезде Түркияда тұрады. Соған хабарласам, ол жаңа завод тауып қояды, дайындап қояды. Енді неге келген кезде, аэропортқа келген кезде, қандай проблема туындайды? Таможня, декларация, налог төлейсіңдер дейді оған. Одан кейін ең сорақысы сертификат керек дейді бұл медициналық оборудованияға. Ал заводтан шыққан кезде бермейді ма? Бірден сразу сертификат? Сертификат бізде Қазақстан тексеру керек екен оны, оказывается. Көрдіңіз бе, заң солай. Сосын кейін? Сосын не істейсің? Қалай жынданбайсың? Қалай шыққанда мен видеомен шықтым. Маған бір риза болатыным президентке, халық үнін тыңдайтын билік, үкімет деген нәрсе міне мен сол кезде көрдім. Мен ол қазір енді депутат болғалы бері ішкі кухняны көріп көп нәрсеге көзім жетіп жүр ғой. Оны мен дәл қазіргі уақытта мақтасам, біреулер айтуы мүмкін, ой сен депутат болып мақтап отырсың деген. Жоқ, мен 2020-да депутат болмай тұрып, сол ковид кезде, сол кезде мен видео неттім. Кім звондады? Тамара Қасымқызы. Дәулет, ана видеоны өшірейік. Министр ма сол кезде? Жоқ, ол кезде аппаратта, Ақордада. Кеңесші болып жүрді. Президент көрді, жасыл дәлізді ашатын болды. Сонда 6 ай бойы күту керек деген сертификаты бір күнде жасап берді. Бір күнде 6 сағатта ұшып келді Стамбулдан, Түркиядан. Аэропортқа келе сала біз не істедік? Бүкіл Қазақстанның несіне тараттық, ауруханаларына. Ол кезде жоқ, не істейміз? 3-еу, 4-еу, 5-еу. Ол жерде андай болған жоқ менде. Мысалы, менің туған жерім Семей екен, Семейге 15 аппарат, 40 аппарат деген. Кейін бар енді адамдар сәл жершілдікке, жолын біліп алғаннан кейін кәсіпкерлер бөлініп кетті ғой, мысалға. Атырауға 3000 аппарат кеткенін көріп аттым, мысалға, иә. Ал дәл сол жерде 300 аппаратты сен әділ басшы ретінде, енді бұл жердегі басшы, мен өзімді сол 300 аппараттың басшысы ретінде сезіндім де. Қанша облыс бар, қанша аудан бар, соған тең бөлуге тырыстым барынша. Содан болу керек, енді сол бұл да бір ерең еңбектің жемісі деп ойлаймын. Мен ол жерде бір халыққа көмектескенім, бір медаль тағу үшін, мен ешқашан біреуден бір алғыс алған дүниені күтпейді екенмін. Өзі бір уақытпен, өзі бір сәтпен келетін нәрседе. Мен бір дипломға, біреулер болады ғой, қағаз жинап, алғыс хат. Мен айттым, ол қағаз ғой, ол солай ғана қараймын. Одан да саған өтірік қағаз жазылғаннан бері ақша берген дұрыс дейсіз ғой. Жоқ, ақша емес. Өтірік қағаз жазғаннан гөрі шынайы халықтың ықыласы болғаны жақсы. Шынайы өзін араласатын адамдарының ниеті дұрыс болғаны дұрыс та. Ал енді сен кімді алдайсың мысалға? Мен ешқашан бір қағазға болмаса сол медаль үшін қызмет еткен адам емеспін. Бірақ әр нәрсе өзі, әрине, ол өзің үшін мотивация. Өзің күшті болып қаласың, сондай бір марапат алған кезде, қағаз, медаль таққан кезде. Жағда стимул пайда болады дейсіз. Одан сайын мені бағалап жатқан халықтан бөлекте жоғарыдағы адамдар бар екен ғой. Істейінші дегенде сондай бір мотивация өзінде пайда болады. Жаңа энергия береді ол саған. Ал қалай ойлайсыз, сол кезде әлеуметтік желілер мүлдем Қазақстанда болмаса, сіздің сол бастамаңыз қалай жетуші еді? Ол тек қана хатпен жететін еді, бірақ хатпен жеткеннің өзінде де ковид біткен кезде мен мүмкін жауап алып, халықтың тең жартысын қырып алар ма едік, мысалға. Сондықтан да бұндай сәттерде адам орысша айтқанда тәуекелдерге де бара білу керек екен. Су тасқыны кезінде де мысалға мен Қостанай облысындағы Арқалыққа бардым, өзім командамен бірінші кезекте ешқандай біз сбор ашқан жоқпыз. Өйткені мен білемін, қазір сен депутат болып сбор ашсаң, ойбайым не, қайда деген сияқты. Енді сұрау бар дейсіз ғой. Мен де өзім бір айлықпен жұмыс жасап отқаннан кейін, жұмыс істегеннен кейін кейбір жетпеген нәрсені сұраймын. Мен мысалға құрылыс компаниясындағы GBG деген құрылыс компаниясының басшысы Матула мырзаға Алла разы болсын.
сол кезде ең бірінші хабарласып осындай болып жатыр, мен балалармен шығайын деп жатырмын. Мына үкімет әзірге оянғанша, өзі мысалға деймін да, аяқ астынан бір жұма күні кешке бір нәрсе болса, үкімет понедельник оянады ғой бізде, жұмыс күні деп мысалға. Андай экстрені шұғыл не жоқ та, өкінішке қарай. Сөйттім де не істеймін, сіз көмектесіп жіберіңізші, құрылыс компанияның басшысы не ғой енді. Сөйтіп едім, қайырымдылық халыққа. Содан 10 миллион аударды ол кісі. 10 миллион. Сол бар ақшамен біз бардық та азық түлік өнімдерін бәрін алып, одан кейін резинке, ботилар дейді ғой енді, соны бірінші болып бардық. Өйткені ауыл халқы қуанды сол жерде. Тәуіш деген ауылда болдық, Қостанай облысында. Кәдімгі қаншама үйді, ауылды су басып кеткен мысалға. Сондай дүниелерде де ештеңеден қорықпай тәуекел ету керек екен. Ауыз су деп бүкіл миллиардтарды барлығын бөлді. Не то что міне ол өкіметке үлгі болу керек. Ол сол жергілікті әкімдерге үлгі болу керек. Мен міне 450 мың теңге мың кезіндегі курспен, $1000 осындай Африкадан су тасып отқан кезде біздің Қазақстанға келіп, сол миллиардтарды жеп қойған, осы көретін болса, сол кездегі басшылар ұялу керек. Әйтпесе менің мысалға әкемнің туған жері Абай облысы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында да әлі күнге дейін өзеннен су ішетін бөлігі бар. Неге? Өйткені сол бөлінген миллиардтарды кезінде жеп қойған. Оған мен ұялмауым керек, мен Африкаға су тартып бергеніме, болмаса сол $1000. Керісінше біздің жаңағы ашкөз шенеуніктер ұялу керек. Соның бағасы суды қазудың өзі осынша миллионға, миллиардқа кетіп қалғанына. Дәкен, бүгінгі Қазақстанның үкіметінің жұмысына көңіліңіз тола ма? Осы сұрақ ұнамайды маған. Қашан бізде өзі көңіліміз толу деген сондай бір қиын халықпыз ғой, негізі көп нәрсе көңіліміз толмайды. Ол маған да көңілім толмайтын азаматтар көп, мысалы депутатта, мысалы. Мен де біреуге көңілім толмайды. Сол ғой, біз өзіміз сондай адамбыз, сондықтан енді жауабын біліп отырсыз ғой. Несімен неге көңіліңіз толмайды? Енді қанша үкімет ауысты? Енді біз көп ұсыныстарды нетеміз, көп жағдайда біздің депутаттық сауалдарымыз сырғытпа жауап ретінде келіп жатады. Одан кейін бір нақты шешімдерді неткен кезде сол шешімдерді қабылдауға олар мүмкін 1 жылдан кейін, мүмкін 2 жылдан кейін оянып жатады мысалға. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да білмеймін, енді көңіл толу қанша пайызға көңілін толады десе, мен 65 деген баға қоятын шығармын, 65%-ке. Салыстырмалы түрде орташадан сәл жоғары. Жақсы. Қай министрдің жұмысына оң баға бересіз, қай министрдің жұмысына кері теріс баға бередіңіз? Неге? Енді баға беретін тікелей оған министрге бір қалай айтсам екен, өзімнің пікірімді білдіру үшін де мен оның қасында жүруім керек негізінде. Ортақ енді елде болып жатқан тенденцияға байланысты көрінеді ғой мысалы. Мен Саясат Нұрбекті айтар едім, көңілім толады деген секілді. Неге? Өйткені ол кісі сәл мобильнилау. Мен жіберген проблемаларды, жоқ, сауал ол бөлек. WhatsApp-тағы әңгіме бөлек болады кейде. Проблемаларды жіберген, жатақхана болсын, кейбір не тез шешуге, және де ол кісі 11-де де жауап беріп жатады кешкі. Сонда WhatsApp-пен бүкіл министрлермен сөйлесе бересіз, сонда? Араларда ең мобильді сол Саясат Нұрбек. Жоқ, мен бәрімен сөйлесем деп айтпаймын. Себебі өзімізге тікелей әлеуметтік неге қатысты, 6 не бар министрліге, мысалға Айда Ғалымқызына мысалға жазып жатқан кезде жауап беріп жатады. Бірақ сол 6 министрліктің ішінде енді бізге келеді ғой, өйткені біздің комитет сондай тікелей байланысты ғой. Одан кейін оқу ағарту вице-министрі мысалға Еділ Оспан. Соған ризамын вице-министрге. Өйткені енді ол жасымыз мүмкін бір 6-7 жасқа ма, мүмкін 5-6 жасқа ғана үлкен шығар менен. Бірақ осы әсіресе мектепте проблемалар көп қой. Соларды жіберген кезде ол былай болды деп шешімін тауып, жауабын да беріп жатады. Өйткені енді қараңыз, сол өтініш арқылы болмаса депутаттық сауалды бүйтіп жолдасан, ол 1 айдан кейін келеді ғой жауабы. Сондықтан оның 1 ай жауабын күтіп отқанша прямой WhatsApp-пен немесе звондап, мысалы осындай мәселе болып жатыр деп. Одан кейін мен өзім осы Астана қаласындағы Жеңіс Махмудұлы Қасымбек ағаға ризамын. Ол кісі де өте мобильді,
проблема дейді ғой енді астана, өзім жаңа айттым ғой, жаяу жүремін деген сияқты, соны әкімнің орынбасарларына байқап жүресіз ғой көп нәрсені байқаймын дейді. Мен оны әлеуметтік желіге сала беремін, себебі мен білемін, оны әлеуметтік желіге салсам артынша 100 проблема келеді. Соны 100 проблеманы оның 100-ін бәрін шеше алмай қалсаң, сосын елдер ренжиді. Сондықтан да өзің көріп, көз жеткізген дүниені аяқпен басып, қолмен сезініп, көзбен көргеннен кейін мен соларды жіберемін. Ал енді министрлердің арасында, әкімдердің арасында кімге көңіліңіз толмайды? Кішкене жұмысын былай тартса, ілгерілетсе деген кімді айтар едіңіз? Қай министрлік? Енді қазір соңғы кезде мен подсказка берейін, қорғаныс министрлігінде көп оқиға болды. Енді ол жаңағы әскер саласы өте бір қордаланып, ол сосын психологиямен де байланысты не ғой, енді оның ар жағында қаншама тағдыр жатыр. Иә, мынау травма дейді, ойбай балаға тиме деп біз сол көп нәрсені балалардың психологиясын жұмсартып алдық па деп тағы да ойлайсың көп нәрсеге. Иә, өйткені көп адамдар ол армияға бармаса да жай бір отбасылық өмірде кикілжіңдерге асылып жатқан азаматтарымыз өте көп те, мысалға өтпелі кезеңде. Ал енді әрине мына әскер саласындағы әлімжеттік, ұрып соғу деген нәрсені мен қолдай қоймаймын. Бірақ қазіргі жағдай солай болып тұр. Енді отставкаға кетсін, ол менің тікелей құзыретімдегі нәрсе емес, мысалға, иә. Бірақ мына Бағдат Мусин болды ғой, министрлік аэроғарыш. Қазақ телекомда ғой. Иә, ол кісі де, ол жігіт те жақсы жұмыс жасайтын негізі. Қазір орнына келген Жасұлан мырза кішкене поляда дейді ғой, байқалмай жүр мысалға. Десе де интернетпен проблема бар. Сосын біз ол министрді көреміз, бірден көз алдымызға интернет елестетеді. Неге жалғыз интернет? Неге ғарыш елестемейді? Неге біз осы уақытқа дейін ұшақ ғарышкерді шығардық, иә, мысалы? Неге анау Илон Масктың Starline'ды пайдалануға әлі мүмкіндік жоқ, мысалы? Сұрақтар өте көп. Ал енді мына жемқорлық мәселесіне келген кезде біз адамның бойындағы жанашырлықты оятпай, біз жемқорлықты ешқашан жоя алмаймыз, ол жойылмайтын да болып қалады. Жанашырлық. Мысалға, сіз мектеп саласыз. Мектеп салған азаматтың бойында қандай жанашырлық болу керек? Мына жерде балалар оқиды ғой. Өзімнің қазағым оқиды ғой. Осы балалар білім алсын, ертең күні жарайды, мен қазір өзімнің балам білім алмаса да ертең күні туысқаным оқуы мүмкін ғой. Деген сияқты сондай бір адамда бір, қалай айтсам екен, абстрактылы түрдегі оймен қатар сондай жанашырлығы болмаса, жанашмайды ешкім. Анаған ақшаны жей береді. Сен сол жол салсан да, иә, мысалға. Жол салып жатсың, осы жолмен жарайды сен өтпесең де, менің қазағым өтіп жатыр ғой. Менің бауырым өтуі мүмкін ғой. Менің әке-шешем өтуі мүмкін ғой. Ертеңгі күні бұны дұрыс салмасам, қаншама адам қаза табады ғой дегенде адамның бойында бір жүрегінде жылулық, жанашырлық болмаса, барлық ақша тістегеннің ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете береді, мысалға. Сондықтан да мен үнемі айтам, осы жемқорлық деген нәрсеге келген кезде адамның бойындағы жанашырлық. Одан кейін әрине келісем, табысы жетпеген азамат не істейді? Көбінесе қалай қайдан тапсам екен, былай ма деп басқа жолдарды да іздеп жатады. Сондықтан мен үнемі айтам, мемлекеттік қызметке келген кезде адам толдым, білдім, болды, мен мемлекеттен бірдеңе алам деп емес, мен мемлекетке берейін деген ниетпен келу керек. Мен мысалға бакалаврдағы мамандығым мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы. Мен 2013 жылы бітірген кезде маған әкімдікке баруға болатын еді, акиматқа жұмыс істеуге. Айлық қанша? Ол кезде 80 мың дейді, 75 мың дейді. Сонда мен ойлаймын, мен мынаны қазір қалай жеткізем мен? Мен 2 жылдан кейін үйленейін деп жүрген адам мысалға, өзім жоспарлап. Қалай ертең мен бала шағамды асыраймын? Ертең мен мына 75-ті адал еңбекпен жүре беретін болсан, сол айлықты алып, ертең күні ол жетпесе, сен бәрібір де бір жолдарын іздейсің ғой. Көрдіңіз бе? Сол жемқорлыққа жол ашатын бағдар пайда болады. Соны мен қой құрсын, жоламаймын. Одан да мен толайын, жетілейін, содан кейін барып мен осындай қызметімді жасайын деп, осы депутаттыққа да осындай бір себеп болды. Әйтпесе кейбір адамдар айтады маған, жаңа 780 мың ештеңе жетпейді ғой, немесе сен бұрында одан да көп таптың ғой деген сияқты. Бірақ бұл өмірдің мәні, ол ақшамен барлық өлшене бермейді. Мен қазір мынандай өзімде сезім, мен мектепті тегін оқыдым. Мемлекетті оқытты,
бакалавр тегін оқыттым, мемлекеттің стипендиясын алдым. Әрине өзімнің біліммен, бірақ оқыған, тоққан адамға мемлекет гранттың бәрін жағдайын жасап отыр ғой. Одан кейін Шетелде оқыдыңыз? Шетел магистратурада оқыдым. Болашақпен оқыдыңыз? Грантта, жоқ, болашақпен емес. Магистратурада грантпен оқыдым. Мемлекеттің шәкіртақысын алдым. Одан кейін осы биыл докторантура PhD-ді аяқтадым мысалға. 3 жыл бәрінде тегін оқыдым. Ал енді мен соны тегін бәрін алып, мемлекетке қызмет етпеу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бұл менің мемлекет алдындағы қарызым. Мен тегін дүниемді алдым. Енді міне мен де беретін уақытым келді. Мен де бір күні сол жаңағы берем де, мүмкін мен де алдағы уақытта болашақта мемлекеттік қызметтен кетуім мүмкін. Бұл менің өзімнің немде қазіргі бір азаматтық қарыз дейді ғой. Осыны мен жасайын. Әйтпесе бәріміз менде Америкаға мысалы 10 жылдық визам тұр. Кетіп қалсам да бәрін тастап сол жақтан несім. Бұл менің елге, жерге, халыққа қызмет ету деген. Сол менің принципім болып отыр қазіргі таңда. Адам баласы енді ауырмай тұрмайды. Оның үстіне қазір далада күз келді, алда қақаған қыс тұр. Біз медицина саласында қорланған мәселелер көп. Әсіресе қазір орысша айтқанда ОСМС дейміз, мәмс дейміз. Осыған қатысты халықтың денсаулығы ұлттық мәселелердің бірі ғой сайып келгенде. Қазір нашақорлық, ішкі іштер, вейп тартушы, мектеп оқушыларына дейін көбейіп кетті. Шынын айтқан кезде заңдар пытырлатып қабылданып жатыр, оны түк жұмыс істемейді заңдар қазір. Міне жаңа вейпке де қатысты айтқым келіп отыр. Сосын кейін вейпке қатаң жаза қабылданды, жазаланып жатқандарын көрмейміз, бірақ жаңағы шекіштер саны артпаса кеміген емес, бәріне тосқауыл қоя бергеннен одан пайда бар ма деп ойлаймын да. Тиімді механизмдер неге мысалға іздемеске? Өзіңіздің балаларыңыз бар, ертең олардың болашағы үшін алаңдамайсыз ба? Әрине алаңдайсың. Әрбір ата-ана өзінің баласының болашағы үшін алаңдайды. Заң несімен күшті? Ол орындалса күшті. Бізде өкінішке қарай оны орындайтын, жаңа айтқандай, атқарушы орган, мысалға, вейптің да дүкендерінде участковый арнайы рейдтер жүргізу керек, мысалы, жасамайды оны. Болмаса сол жемқорлықтың несімен мені тексермеші, ары жүрші деп қолына ақшасын беріп қоятын да жайттар бар. Мысалға, осы жаз бойы демалыс уақыты болды ғой, мысалы, одан бөлек халықпен кездесулер болған кезде де осы біздің әлеуметтік мәдени даму комитетінде Нұргүл Тауқызы бар. Өте вейп мәселесімен күресіп, сол кезде де жергілікті сатылып жатқан жерлерге опергруппа шақырып, тікелей министрлікке айтып, сол жерді жаптырып жатқан да азаматтарымыз бар. Мен өзім тарапымнан да заң бар. Мен де соны көрем ба? Сол опергруппа жабылу керек. Заңды шығардық қой деген сияқты. Менің айтқым кеп тұрғаны не? Заң бар, ал енді сол заңға ешкім бейжай қарамаса екен деймін. Орысша айтқанда мая хата с края деп жүре бермесек екен деймін. Ой, маған сен тимесең мен тиме дегенде. Өйткені міне сол заң бар, сол заңның аясында әрекет етсек екен деймін. Мысалға мен самокат туралы заңда да жұмыс тобында болдым. 2 адам жүруге болмайды. Заң бойынша оны біз шығарамыз. Сосын дәл трассамен жүресің бе, сенде шлем болу керек, мынандай не болу керек дегенде, соларды кәдімгідей заңда жазылғанда, болмаса айыппұл. Қазір не? Ол заң бар, түк жұмыс істеп жатқан жоқ. Ал енді оны қадағалайтын орган жоқ, істегісі келмейді. Әрине, бізде өзі мынау менеджменттің болсын, басқарудың өзі 4 неден тұрады, бүкіл 4 функциядан. Ол біреуі жоспарлау дейді, яғни сен жоспарлайсың, осындай деген сияқты. Одан кейін бақылау функциясы болу керек ол жерде. Бақылау функциясы болмағаннан кейін жоқ қой енді. Сен оны қанша жерден жоспарла, қанша жерден жаңа не дәлгі істегің келеді, жоқ. Орган бар қадағалайтын, бірақ қадағалау жұмыс функциясы істемейді ғой, істемейді ол, істемегеннен. Бұл жерде тек қана мемлекет қана мүдделі болмау керек. Әрбір ата-ана өзінің баласына тәрбиесіне мүдделі болу керек. Тәрбие тал бесіктен.
ол мемлекет болсын, болмаса Соны жіберіп алып жолдағы отырық қой. мектептің Жіберіп алып отырық қой. мұғалімдері болсын, біз соған аламыз да барлық жауапкершілікті сілтей саламыз. Өзімізге келгенде біз баланы тәрбиелегіміз келмейді, мысалы көп жағдайда. Жоқ, ол бірінші кезекте ата-ананың тәрбиесінен бастап алатын дүние. Не нәрседе? Жемқорлық болсын, темекі болсын, мысалға, алкоголь болсын. Көрдіңіз ба? Біз сол балаға үйрету керекпіз. Ненің дұрыс, ненің бұрыс емес екенін. Үйрету керекпіз дейміз, бірақ көп жағдайда мысалы сол уақытта жіберіп алған секілдіміз ғой, ата-аналар қарамай, ешқандай бақылау болмай, қазір міне 143 мың соған келіп отыр. Енді қазір сол 143 мыңды қалай түзейміз, қалай сабасына келтіреміз деген сұрақ қой. Ол тек санамен ғана келетін нәрсе. Оны уланып кеткен сананы, сіз уланып кеткен сананы әр адам өзінің уын тазалауға тырыспаса, ол жүре береді. Күш жігер жоқ, болды. Ол адам қоғамдағы ол тәуелді, ол қалды. Өйткені ол соған алып келетін нәрсе. Олар алады, біздің қазір нашақорға қол былғанбаған жастар жайлап тартады ғой. Олар жай жүрмейді ғой. Сондықтан да есірткіге байланысты жұмыстарды ол күшею керек. Ол бар деп айта аламын. Білмеймін. Мысалға мен өзім мектеп оқығанда кәдімгідей сабақтар болатын. Есірткі деген мынау, бұған жоламау керек. Бұл деген қоғамның насыбай деген мынау деп па? Спид деген мынау деген сияқты сондайлар болатын. Енді біз сонымен өскен баламыз ғой. Енді ол қазір де беріліп жатқан шығар ондай. Беріліп те жатыр ғой. Енді ол әркімнің санасына кірмесе, оны үйдегі жаңағы айтқандай тәрбиесі миына сіңірмесе, қазақта да сөз бар ғой, балама сана бермесең ала бер дейді. Болды, ала беру керек шығар ондай санасыздар. Осы сауда-саттыққа икеміңіз сонау бала кезіңізден бастап көріне бастаған секілді. Егер де рас болса, интернеттен оқығаным, 4-ші сыныпта жүріп, 2-ші, 3-ші сынып балаларына сабақ беріп дейді сізді. Сосын соны 2-ші деңгейден ақша алып, сөйтіп кәдімгідей кәсіппен айналысып, математикадан сабақ бердім. Енді мен кішкене еңбек, мүмкін ерте есейдім ба деймін, мысалға еңбекке ерте араластым. Сол 4-ші сыныптан бастап мен өзім 2 оқитын, 3 оқитын балаларға математикадан үйіндегі тапсырмаларын орындауға үйретіп, сабақ беретінмін. Факультатив сабақ, 200 теңге, шамамен айына 4-5 теңге. Сол кезде мен өзім табатынмын. Ол қай жылдары? Ол 2002 жылдар шамамен. Осыдан 20-22 жыл бұрын, кейіннен келе жазғы уақыттарда енді мен жалдамалы жұмыс істейді ғой, енді краскілеп, сосын анау ұялы телефон сататын отделда, единица құятын отделда чехол саттым, құрт саттым деген сияқты сондай нелер болды. Одан кейін студенттік кезде мектепте, студенттерге университетте проездной, жоқ, мен курсовой диплом жазу дегенді қатты қолдамаймын. Не мое дейсіз ғой? Жоқ, не мое емес. Өзі жазып, өзін талану керек, өзін талану керек деген менің нем сондай. Әйтпесе болатын еді, мен саған жазып берейін курсовой басы. Менің нем сондай. Студент өзі ізденсін деген. Ал енді мен оларды дайындайтынмын мысалға, одан кейін оқушыларды ОБТ-ға дайындадым мысалға, 10-11 мен мысалға болатын еді, ОБТ-дан мен 125-тен 122 балл алған адаммын. Әлі күнге дейін енді білмеймін, мүмкін 140 балдық тест алса, мен 100-ден асырып беретін шығармын. Қазіргі немен енді 15 жыл өтті ғой ОБТ тапсырғаныма, десе де, ойымда қалған дүниемен. Мына нені айтқым келіп тұрғаны, сол кезде маған болатын еді. Сен ОБТ-ға дайындалмай-ақ қой, сен ол кезде соткамен кіретін еді ғой. Соткамен кіресінде маған SMS жібер, менің услугам 100 мың, 200 мың деуге болатын еді. Мен ондай нәрсені құптамаймын. Керісінше ол әлі күнге дейін сол балаларым бар. Дайындалып, оқып, қазір Қазақстанның Абай атамыз айтады ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді. Сондай бір кірпіш болып, осындай бір отанымызға қызмет етіп жүрген жастарымыз, қаншама азаматтарымыз бар да. Одан кейін мынау такси, көлікте жүргіздім, таксовать еттім. Бастысы барлығы адал еңбек Алматыда. Курьерде болдым. Сізді кезінде университетте оқытушы да болдым. Кіші декан деп ат қойыпты ғой, көршілерім бәрі кіші декан дейтін мысалға. Университетте де мен сабақ бердім, оқытушы болдым. Ал енді соның барлық еңбек етіп жүрген адамда неге ол 4 баспана болмау керек? Неге 5 баспана болмау керек? Бүкіләңгімен сайып бергенде қорытындысы дейсіз ғой. Жалпы байлықтан неге біз қорқуымыз керек? Сен өмірге бір-ақ рет келесің, бастысы еңбегін адал болу керек. Адалдық әлемнің ұлы байлығы дейді. Мұхтар Шахановтың сөзі бар да, мысалға, адалдықтың арқаны ұзын дегенді мен жиі айтамын. Құдай қандай адамды жақсы көреді? Адал адамды жақсы көреді бірінші кезекте, Сол нәрсені мен көп өзім ұстанамын. Әрине бәріміз
періште емеспіз, пендеміз, қателіктеріміз болады. Менің де қателесетін тұстарым болады, иә. Бірақ сол адамгершілік, адамдық деген Шәкәрімнің сөзінде бар ғой, адамдық борышын деген өлеңде, иә. Сол адамдық қасиетті біз ұстайтын болсақ, біз алысқа барамыз. Бағын айтқандай, қызмет, лауазым, атақ, дәреже барлығы ол уақытша нәрсе, оның барлығы ауысады. Ал ауыспайтын дүние не? Сіз бен біздің арамыздағы адамгершілік қана. Мен өзі білмеймін, депутат болуды да бір ешқашан армандаған емеспін. Өзі бірақ сәтімен қалай айтсам екен, анау атта баспаймын деген қазығын айнала басады деймін, қалай еді, айналып кеп басады демекші. Енді алда тұрған ешкім білмейді, оны десе де енді менің жасым бәрібір де бірінші кезекте келмейді, оған 40-тан бастап қоя, 40-тан. 40. Президентке. 40. 40 жастан бастап, енді 8 жыл, одан кейін дәл 2 президент ауысу керек деген сияқты. Оны мен ойланған жоқпын. Бірақ десе де әрине өзінің сол ұлтының азаматы ретінде, иә, патриоттық, рухтық сананы, ұлттық идеологияны арттыру бағытында да, білім бағытындағы жұмысымды соған көбірек ден қойып, зияткер ұрпақ тәрбиелеу жолында әрине білімнің жемісі ол бірден шықпайды. Білімнің жемісіне де ұзақ жылдар керек. Біз көп нәрсені, көп бағдарламаларды анандай ғой, 1 жылдық, 2 жылда нәтижесін көретіндей жасаймыз да. Соған бейімделіп қалғанбыз. Проектлер бөлінеді, январьда бітті, сонымен жылдың аяғынан декабрьда ақшасын, ол дұрыс емес. Біз мына ұзақ мерзімдік стратегиялық ұлттың ұлт болып қалыптасуына, ұлттың, қазақтың отан сүйгіш, қазақтың тарихын білетін, қазақтың тілін білетін азаматтарды тәрбиелеу жолында ұзақ мерзімді бағдарламалар болу керек. Өкінішке қарай, жаңа айтқандай, бізде барлығы бір реттік қана бағдарламалар. Жақсы. Енді сіздің қандай арманыңыз бар? Бүгін орындалып ертең, бүгін армандап ертең орындала салатын емес, бір орындалмай жүрген сондай бір арманның арманы бар ма? Жаңағы осыдан басқа енді. Бұл президент болсаңыз армандап жүргеніңіз, енді өзіңіздің жалпы дәулет ретіндегі арманыңыз қандай? Білмеймін, енді әр күніме өзіммен шүкір деймін. Үлкен бір армандарды дейтіндей, өзіміздің еліміздің тыныштығы, береке, бірлік, үлкен мынандай бір ауқымды деңгейде айтатын болсақ, иә. Ал өзіне қатысты бір арман десе, мен енді бір болашақта осындай бір ұлтты тәрбиелейтін, кішкентай балаларды тәрбиелейтін сондай бір мектептің бір басшысы ма, директоры ма деген сияқты, сондай бір сол мектептен шыққан балалардың барлығы халыққа қызмет ететіндей, адал қызмет ететіндей, жемқорлықсыз өмір кешетіндей. Өйткені қазір менің жасым 32-де болғанымен, кейін мен де қартайып зейнет жасына жеткен кезде, мен де сол өзім тұрып жатқан елімде қауіпсіз елде өмір сүргім келеді менің де. Мен де сіз айтқандай бағанағы сол жемқорлардан, болмаса нашақор айналамның барлығы ондай болғанын қаламаймын, бірақ оның барлығы ондай болып кетпес үшін бүгінгі ұрпақтың жолы түзу болу керек. Сол ұрпақты дұрыс жолға салатын осындай мектептер көп болса екен деймін. Осы менің бастарым. Рахмет. Уақыт тауып студиямызға қонақ болып келгеніңізге мың алғыс деймін сізге. Дәке, сайлаушылардың мұң-мұқтажын үкіметке жеткізудегі еңбегіңізге тек қана тілейтініміз табыс. Ал көрермендерге айтарым, достар, видео астына лайк басып, міндетті түрде қазіргі заманның талабы сондай болып кетті ғой. Лайк басу, жинау, сосын кейін бөлісіңдер дейміз бәріміз. Сұрайтымыз комментарий жазыңдар дейміз. Жаңағы ілгерілеуге көмектеседі дейді ғой. Арнамызға жазылыңыздар, жазылмағандарыңыз болса, және осы подкастпен достарыңызбен, туған туыстарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі көріскенше деймін, біз қоштаспаймыз. Сау болыңыздар.